сахабалардан қалған үлкен сөз бар. Зинақорлықтан сақ болыңдар, бұлардың дүниеде жолығатын үш апаты бар дейді. Алланың алдында жолығатын үш апаты бар дейді, сахабалар айтады. Дүниедегі жолығатын ең үлкен апаты, ең біріншісі дейді, бұлардың ризық несібесі кем болып қалады дейді. Зинақорлық істейтін адамның ризық несібесі кем болады дейді. Яғни ризық несібесі кем болады деген сөз, жаңағыдай тамақ келмей қалады деген сөз емес енді. Күректеп табады дейді. Күректеп бар ғой, ақшаны ешқандай берекет болмай қалады дейді үйінде. Не қызы бағынбайды, не ұлы бағынбайды, әйелі вообще оны упор көрмейді. Бір еркектің сұлбасындағы біреу жүр үйде. Ешқайсысы бағынбайды дейді. Алла отбасынан берекетті алып тастайды зинамен шұғылданып жүргендігі үшін дейді. Бұл біріншісі дейді сахабалар. Екіншісі, дүниедегі бүкіл жақсылықтан әрдайым құр қалып жүреді дейді адамдар. Оған берілетін, яғни бір ізгілік істегісі келеді да, бірақ зина істейтіндігі себепті сол ізгілік бұған нәсіп болмай қала береді дейді қайта-қайта. Намаз оқиын десе де кешіктіріп тұрады, ана зина бар ғой. Қойшы, мен неге барып жүрмін, сондықтан намазға әлі таза емеспін деген сияқты. Өз-өзін не істеп тұрады, кешіктіріп тұрады дейді. Үшіншісі дейді, бұл адамдардың жүрегінде зина жасайтын адам саған ештеңе істеген жоқ ол. Бірақ Алла зина жасайтын адамдарды, зина жасамайтын адамдардың көзінде жек көрінішті қылып қойып қояды дейді. Ана, ұнатпай тұрасың анан ше, бір суқаның сүймей тұрады ғой бір. Сондай сүйкімсіз қылып қояды дейді адамдардың ішінде зинақорларды. Бұл дүниедегі азабы дейді. Ақыреттегі үш азабы дейді, сахабалар айтады. Ең біріншісі, Раббысы олған ашуланған күйде тіріледі дейді. Зинақорлар Раббысы ашуланған күйде тіріледі дейді. Екіншісі дейді, есебі өте ауыр болатын адамдар, бұлар зинақорлар деп айтады дейді. Алланың алдында ана әрбір қыздың хақысы кетті ғой, соның бәрін хақысын береді дейді, ана жерде тұрып. Үшіншісі дейді, егер тәубе етіп үлгере алмаған болса, ол бір батырылып алынады деп айтады дейді тозаққа. Сондықтан мынау Құдай тағала баршамызды сақтасын.